осы трейдингқа дейін стройкада жұмыс жасадым 10 жылдай. Бірақ өзіме қатты өткені стройкада жүрген кезде 2024 жылы бір жігіт, осы қазақ жігіті бір күнде 1 миллион теңге табуға болады деген сторис көрдім. Плюс $2000 деп тұрды, ол шамамен 1 миллион теңге. Сол кезде қызықтым трейдинг саласына. Ең алғаш тапқан ақшаңыз қанша болды? Нормально қол ұстауға болатын деген сияқты. Ең көп үлкен сумма тапқаным бір $400-дан $2000 жасағаным бар бір күнде. Бұлай негізі how easy да, если сіз анализ дұрыс жасап басасаңыз, $1 миллион табуға болады бір күнде. Сол алтынның артықшылығы аз ақшамен көп ақша табуға болады. Бірінші артықшылық. Екінші артықшылық, алтын ешқашан құламайды. Үшінші артықшылық, самый главный, өзіңіздің риск сақтап, анализ дұрыс шығып жатса болды. Қараңызшы, мысалға $10,000 мен, яғни біреудің ақшасы бар, 5 миллион салды, бір айда қанша табуға болады деп ойлайсыз? Рисковать етпей, анализге бағынып, стабильно жасаса, бірде-бір спокойно шығару болады. 5 миллионға 5 миллион табуға болады бір айда, иә? Бір айда. Ешқандай рисксіз. Рисксіз, иә. Бартаңызға сәлем, есім Еркен Бекқалиұлы, каналымызға қош келдіңіздер. Көптеген үзілістен кейін шамамен бір ай, бір жарым ай демалыс болды менде. Шетелге барып демалып келдім. Енді Қазақстанға келіп жұмысқа оралып жатқан жайымыз бар. Жалпы бүгін өте қызық шығарым болады. Көбісі жақсы көретін, көбісі білетін, көбісі жеп көретін сала деп те айтуға болады. Былай айтқанда қазіргі таңда трендті шулап атқан салалардың бірі бұл трейдинг саласы. Оның ішінде how easy. Бүгін сол туралы айтатын боламыз. Өз басыма өте қызық, көп ақша табуға болатын, көп ақша жоғалтуға болатын, аз уақытта көп ақша табуға болатын, өте бір қызық, керемет бизнестердің бірі. Бүгінгі біздің кейіпкеріміз Ақжол мырза. Қалыңыз қалай? Ассалаумалейкум. Ақжол негізі трейдерларын біраз таниды Қазақстанда. Инстаграм, былай айтқанда ютубқа онда көп шықпаған, көп жүргізбейді, жеке бренд жоқ деп айтуға да болады. Бірақ енді үндемей жүрген бәледен үй деген бәле шығады деп үндемей жүрген кісіні Қазақстаннан тауып алдық. Сіздердің назарларыңызға ұсынғымыз келеді. Жалпы шарт бойынша біз басында Ақжол мырзамен танысқан кезде мынандай бір шарт болды. Ақжолға айттым: Ақжол, давайте мен сізге бір 2 миллион ақша берейін, бұл дегеніміз $4,000. Соны салайық, сосын бір апта уақыт берейін сізге. Егер сол $2,000 көбейте алсаңыз, білмеймін, бәлкім бірге бір, бәлкім одан аз сума жазсаңыз, жалпы ютубқа шығарайық, халыққа көрсетейік дедім. Солай келістік. Мен сіздерге бір видеоны қоя кетейін. Ол кезде бізде бір күні, яғни понедельник, дүйсенбі дейді ғой, дүйсенбі күні бізде екісі күні біз ақша салдық, $3,600 салдық, Сол $3,600 жұма күнге дейін, бүгін бізде жексенбі, бірақ сауда бізде жұма күні тоқтады. Жұма күні, яғни біз 4-5 күннің ішінде пайда 11,229. Мына жерге біз скрин қоя кетеміз сіздерге. Бұл бізде бір апталық пайда, яғни үстіне 5,5 миллион теңге қосып таптыңыз. Яғни мен 2 миллион бердім, оның үстіне 5,5 миллион ақша тауып, қазіргі таңда депозит бізде 14,331 болып тұр. Осы күнге дейін мен Балида жүрген кезде Ақжол мырзамен біз бірге жүрдік, бірге табыстар таптық. Сол кезде де өз басым қатты көзім жеткен болатын, аз сумамен өте көп табыс табуға болатынын бір кездері болды. $500-дан $78,000 дейін көтерді. Бұл енді біреуге ертегі болып көрінуі мүмкін, өтірік болып көрінуі мүмкін, бірақ оның барлығын дәлдеп көрсетіп, алдағы уақытта бөлісетін боламыз. Сол қызық өзіме. Көрермендер, көріңіздер, міндетті түрде аз ақшамен көп ақша тапқысы келетін жандар, жалпы әлемдік трендтен қалмаймын дейтін жандар болатын болса, бүгінгі шығарымда міндетті түрде соны айтайын. Көріңіздер. Сол тағы өтейік. Есіміңізді таныстырып өтсеңіз өзіңізді. Есімім Ақжол, Қарағанды қаласынан болам. Осы трейдингқа дейін стройкада жұмыс жасадым 10 жылдай. Стройкада жүріп, көптеген бизнестерді көресің, ютубтан, инстаграмнан мысалы. Солардың бәрін қызықтым. Бірақ өзіме қатты өткені стройкада жүрген кезде 2024 жылы бір жігіт, осы қазақ жігіті бір күнде 1 миллион теңге табуға болады деген сторис көрдім. Реально солай. Плюс $2,000 деп тұрды, ол шамамен 1 миллион теңге. Сол кезде қызықтым трейдинг саласына. Бірақ трейдингке сол 2024 жылдары келдім ғой.
басында. Яғни 2 жыл болды. 2 жыл болды шамамен. Кімнен оқыдыңыз жалпы? Келу жолы қалай болды? Енді жалпы келген кезде мен акциядан бастадым. Арай деген ханымнан. Сол акцияны үйрендім. Бірақ енді акцияда жүрген кезде енді бізде көп капитал жоқ қой. Аз суммамен бастадық, бірақ көп табыс тапқан жоқпын. Қаншамен бастап қанша таптыңыз? Егер жасырын болмаса. Ол кезде енді таптым деп айта алмаймын, бір $30, $60 тапқан шығармын. 3-4 күнде, бір аптада деген сияқты. Өйткені алтын акцияның қозғалысы өте аз да. Соны қарап жүріп, Инстаграмда көп деген тоже Форекс саласын көрдім да. $100-дан $200 жасайды, $300 жасайды бір күнде. Соған қызығып, сон мамандарынан оқыдым. Былайша айтқанда. Сіз Өзбекстанға барып оқып келдіңіз, е? Өзбекстаннан да оқыдым, қазақ жігіттерінен де оқыдым. Қанша ақша салдыңыз оқуға? Енді общий санайтын болсам, примерно бір 3,5 миллион теңге кеткен шығар. Қанша уақыт минуста жүрдіңіз? Или бірден плюсқа шығып кеттіңіз? Енді минуста жүрдім, 24 жылы жалпы бір жылдай минуста болдым деп айтсам болады. Өйткені табыс табасын, кетеді, табыс табасын, бәрі минусқа кетеді деген сияқты. Осы 25 жылдан бастап стабильный рост болды да. Басынан, январдан деп айтсам болады. Ең алғаш тапқан ақшаңыз қанша болды? Нормально қол ұстауға болатын деген сияқты. Ең көп үлкен сумма тапқаным бір $400-дан $2,000 жасағаным бар бір күнде. Ол қалай болды? Ол енді $400-дан бір есімде счетқа салып, анализ жасап кірген болатын, байға ма, селға ма, есімде емес, бірақ. Метроға кіріп кеткем астына. Метроға кіріп, сол метродан шықсам, осы Райымбекте метроға кірдім да, ең соңғы Момышұлына дейін барам. Момышұлынан шыққан кезде уже плюс $2,000 деп тұрды. Сол кезде қатты қуаныш болған менде. Сенбедіңіз өз көзіңізге? Сенбедім. Содан кейін уже сол күннен бастап уже үлкен сумма табуға болатын сене бастадым. Мен естуімше $2,000 тапқан кезде сіздер торт алып жедіңіздер. Куликовскийдан торт алдық, сонымен мәз тойладық. Сондай күндер болған. Содан кейін басталды менде үлкен сумма табу. Қанша тауып бастадыңыз? Ақырындап бір айтыңыз. Сол $2,000 бір күнде, $500, $1,000 солай по-разному тауып жүрдім, бірақ минимум $500-дан максимум сол $2-3 мың тауып жүрдім бір күнде. Сөйтіп бір айда есімде бір $70 мың тапқан. Бірінші айда ма? Общий санасам. Бір жарым айда. Общий $70 мың болды. Бірақ енді шыны керек оны шеше алмадым мен. Неге? Өйткені мен ондай сумма тауып көрмеген, плюс еще оны қалай шығаратын білмеймін да. Өйткені бізде платформаларда брокерский, бізде мысалы қазақстанский карталар болады ғой, оған бәрін аудару мүмкін емес. Бөліп аударасың да. Сол уақыттарда осы Қазақстан бойынша еститін криптамен шығаруға болады деп. Сонымен тағы да білім сатып алдым. Курс алдыңыз. Ақша шығару, қалай шығарса болады? Ақша шығару туралы соның бәрін осы тоже қазақ жігіттері үйретті, солай үйреніп, сол ақша шығарып бастадық, үлкен сумма. Ең көп тапқаныңыз қанша болды? Ең көп тапқаным, енді былай айтсам, енді 50 мыңнан көп таптым бір күнде. Енді жалпылама айтпай қойын, өйткені бізде Қазақстанда үлкен суммалар вообще көрсетуге болмайды. Мен өзім түсінгенім бойынша өзім басымнан өткен. Былай негізі How Easy-да, например, если сіз анализ дұрыс жасап басасаңыз, $1 миллион табуға болады бір күнде. Негізі. Тауып отқан балалар білесіз? Тауып отқан балалар өте көп. Енді Қазақстан бойынша білмеймін, бірақ басқа мемлекеттерде өте көп тауып отқан. Күшті. Біз енді өз басымыз білеміз, сіздің ең көп тапқан табыстарыңызды, жалпы қалай болғанын, өмірлік ситуация неге алып келгенін мен өз басым естігем. Бірақ енді бұл подкастта біз айта алмаймыз ол туралы. Бірақ көзім жеткені, біз енді бір ай Балида бірге болдық. Сол кезде Ақжол сауда жасады. И $500, $1,500 салдық бір енді қызық үшін. Бұл кісі айтты, біз разгон жасап көрсейін сендерге деді. Разгон деген аз суммамен көп ақша шығару. Яғни ол жерде риск бар. То есть сен салған ақшаны полный күйіп кетуі деген. Мысалы біз $1,500 салдық, $1,500 күйіп кетуі мүмкін еді. Біз оған жарайды енді күйсе күйді, ол $1,5 миллион теңге ештеңе кетпейді деп салған болатынбыз. Сонымен $1,000 күйдірді де, қалған $500 5 күннің ішінде $78 мың көтерді. Енді
сенесіз ба сенбейсіз ба өзіңіз білесіз. Бұл енді мен өз басым көзім көргені не істейін, нан ұстап айтайын ба, жалпы өз басым шынымен де көзіммен көргені сол болды. И сол кезде мен түсіндім, жалпы алтында өте көп ақша жатқанын, және де оған білім болса табуға болатындығын көзім жетті. Солай ғой? солай. Қалай таптыңыз? Разгон болды ол кезде. Иә, негізі бізде өзімізде енді бір жыл осы салада плюста жүрмін деп айттым ғой. Сол бір жылдың ішінде өзіме құрған бір системам бар, былай авторлық жүйе десем де айтсам болады. Көбісі трейдерлар білу мүмкін сетап деген сөзді. Өзіміз бір сетап ойлап таптық. Разгонға бөлек және де дей трейдингке бөлек. Разгон деген ол өте үлкен риск бұл жерде. Өйткені көбісі ойлайды, разгонда мысалы $100,000 $1 миллион жасай салам деген сияқты, $100 $1,000 жасай салам деген сияқты. Бұл өте оңай емес. Бірақ біз сетап арқылы жасадық соны. И то ол сетап арқылы жасасақ та бізде риск бар да. И сол рискті сақтасаңыздар, оны жасауға болады. Ол $60,000 жасайсыз ба, $70,000 жасайсыз ба, ол разница жоқ. Самый главный 10x-тан асса, ол разгон деп есептеледі. Яғни $1,000 салып, сіз $10,000 шарсан, ол разгон болып саналады. Разгон болып саналады. 10x одан аса деген сияқты. Жалпы біз не туралы айтып жатырық дейтін жандар болатын болса, біз алтын how is the трейдинг туралы айтып жатырық. Алтын қазіргі таңда көп ақша табуға болатын және де үнемі өсуде болатын. Алдында өз пигіне барды. 5,600-ге барды. Иә, 5,600-ге барды. Алтын сондай құламайтын, көбіне өсетін сауда. Мен бір естідім, бір жігіттер, Өзбекстанда бір жігіттер айтады да, біз тек қана байға тігеміз. Ол бізде халал болып саналады дейді. Көбісі сұрап жатады, халал ма, харам ба деп жатады. Біз енді діни қызметкер болғаннан кейін ештеңе айта алмаймыз. Бірақ өзбек жігіт ағайындарымыз осылай істейді екен. То есть ол алтынды арзан кезде алып, қымбаттаған кезде сатып отырады. Яғни бұл сауда деп қарайды, соны халал деп өздеріне бекіткен. Енді ол дұрыс емес екенін өздеріңіз шеше жатарсыздар. Сонымен осындай Ақжолды көбісі таниды, Дубайға шақырып жатыр адамдар, жан-жақтан іздестіріп жатыр. Бұл кісі өз андай тыныш жүретін кісі екен. Жақында ғана бір мәселелердің барлығы шешіліп, осылай YouTube-ға шығу шешімге келіпті. Өйткені оға дейін YouTube-ға шығуға, жалпы өзінің түрін көрсетуге болмайтын еді. Ол енді айтуға бола ма, болмай ма, жалпы айтып жатырмын. Осылай енді бізге YouTube-ға шығып отыр. Солай, алтынның тағы қандай артықшылықтары бар, кемшіліктері бар, екеуінің айырмашылығын айтып жасақ. Былайша айтайыншы, мысалы көбісі алтынға келеді, өйткені көп ақша табам деп ойлайды. На самом деле солай. Бірақ бір нәрсені ұмытып кетеді. Мысалы алтынға келген кезде көбісі үлкен сумма салып бастайды. Негізі мен айтар едім, алтынмен айналысқан кезде $100 да бастауға болады. Мен өз көзіммен көргем $100 бір күнде $400 жасаған адамдар бар, $1,000 жасаған адамдар бар, даже 2,000-ға жеткен адамдар бар. Мысалы мен өзім оқытқан емеспін, бірақ кейбір осы жаздың күндері спрос қатты болып кетті how is-ға. И бір алдында бір YouTube-қа шыққаннан кейін адамдар өздері жаза бастады. Ешқандай рекламасыз, таргетсіз үйретіп бастадым. Даже шәкірттердің арасынан да $100-дан бір кісі $2,000 жасаған бір күнде. Сіз 40-қа жуық адам оқыдыңыз, 40-қа жуық адам оқыдым, рекламасыз, ештеңесі. Өздері келіп жазылды. Нәтижелер естіп, тоже жақсы болды. Танымал адамдар да оқыған негізі. Біраз танымал адамдар, енді атын айтпай қояйық. Жалпы ол кісілер кәдімгідей трейдер болып кеткен, осы кісіден оқып. Содан көбісі сол өзбек ағайындардан оқиды, мысалы шетелден оқиды, Малайзиядан оқиды деген сияқты. Көптеген трейдерлар бар, мықты результат жасаған, солардан оқиды ғой. Енді Қазақстан бойынша мен бір-екі трейдерлар жақсы танимын, өзім қолдаймын, и сол кісілерден өзім де оқығам. Бірақ бізде Қазақстанда үлкен сумма көрсету өте оңай емес та. Апасына. Сол себепті қанша тапсаңыздар да, енді кішігірім өзіңіз үшін тапсаңыз болады да. Адамдар үшін емес, күнделікті табыс ретінде күніне 30-40 мың теңге әшейін табуға болады. Жай ғана. Мысалға қараңыздар, енді біз мысалы айтып отырмын, бағана $500 дегеніміз қанша? 250 мың теңге, $78,000 дегеніміз примерно 40 миллион теңге. Енді ойлаңыз, 250 мың теңгеден
бір аптада 40 миллион шығарды. Менің көзімше бұл кісі менен ютубқа не үшін шығарып жатырсың, неге трейдингті айта бересің дейтін жандарға жауап ретінде айта кетейін. Трейдингта бұл өте рискованный нәрсе, бірақ мен ойлаймын да, негізі неге қазақтар, мысалы бұл кісі стройкада жүріп кейін трейдингқа келіп қазіргі таңда 6 квартирасы бар, солай ғой? 6 квартирасы бар, жағдайын бәрін жасап алған осы трейдингқа келіп. Неге бір қазақ өзгеріп табыс тауып жатса, неге басқалары да осылай табыс таппасқа? Және де 250 мың теңгемен бір аптада 40 миллион шығару деген, мен білмеймін, ондай бизнесті өз басым көрген жоқпын. Енді бірден кейін сатып жіберіп, бір ауыр бір күнәлар жасамасаң, енді ондай ақшаны шығару трейдингтен басқа қай салада бар екенін өз басым білмедім. Сондықтан да мен айтам да, давай шығарайық, халық білсін осындай саланың бар екенін, осындай табыс тауып жатқан жігіттердің бар екенін. Сол алтынның артықшылығы аз ақшамен көп ақша табуға болады. Бірінші артықшылық. Екінші артықшылық, алтын ешқашан құламайды. Үшінші артықшылық. Үшінші артықшылық, самый главный, өзіңіздің риск сақтап, анализ дұрыс шығып жатса болды. Ары қарай уже сіздер алып кетесіздер ғой негізі. Жалпы мен айтайын дегенім, осы трейдинг саласында Еркебұланмен таныстық, Индонезияға бірге бардық деген сияқты. Сол моментті айтып өтейін. Негізі біз өзіміз қарсы болғанбыз осы обучение өткізуге деген сияқты курстар өткізуге. Бірақ Еркебұлан инициативасымен көрейік деп шештік. Өйткені Еркебұлан өзі көрді, өзі көзі жетті деген сияқты. Бірақ халыққа бұл керек деп айтты. Өйткені біз үйретпесек те басқа біреу үйретеді. Мысалы, басқа шетелден кеп үйретіп жатыр, мысалы, Қазақстанға. Жоқ, жасыратын ештеңкесі жоқ. Біз Балида жүрген кезде біздің өзбек ағайындар келіп, Алматыға мастер-класстар жасап, жалпы Алматының нарығын, қазақтың нарығын кәдімгідей біраз адамды оқуға алып кеткен. Соған адамдар 2,5-3 миллион төлейді, және де оған аудармашы бөлек төлейді. Сөйтіп оқып жатыр. Оны Ақжол мырза әшейін бүйтіп түсіндіретін нәрсені бәленбай миллион ақшаға оқып жатқаннан кейін мен айттым, шынымен де нарықта сұраныс бар, сол нарықты өзбек ағайындарымыз алып жатыр, неге бізге де алмасқа, бізге де үйретіп Ақжолдың білімін халыққа көрсетпеске, қазақтың жігіттерінде де осындай ақша табуға болатындығын, тауып жатқан жігіттердің бар екенін көрсеткіміз келді. Солай, енді кемшіліктерін тоқталып өтсек. Кемшіліктерін айта кетсем, өйткені по-любому любой бизнеста минустар болады. Но кемшіліктеріне қарап өтсек, адамдар егер де бастаған кезде үлкен сумма салып кетсе, ол бірінші кемшілігі. Бәрі эмоциямен келеді да, любой салаға. Трейдинг саласы бойынша бизнес болсын, бәрі тез тапқысы келеді ақша. Ондай болмайды. Самый главный, сіз үлкен сумма салсаңыз, оны тез жоғалтасыз. Например, бизнеста да бар ғой, мысалы, сіз бір жерге 10 миллион теңге саласыз, сіз 10 миллион теңге рискпен кіріп тұрсыз. Немесе 50 миллион теңге саласыз, 50 миллион рискпен кіріп тұрсыз. Сол жағын учитывать ету керек та, ол мысалы Хауизиді тапқанмен жоғалту тез. Форексте тапсан да, жоғалтсан да екеуі бірдей жүреді. Яғни тапқан ақшанды бірден шығарып отырып, $100, $1000 ғана істеу керек. Солай. Солай. Сіздің суммаңызға байланысты 10%-бен кіріп отырсаңыз разгонға, сол жаңағы суммаңызды шығарып аласыз. Мысалы, сіз $100-мен бір $300-400 бір күнде шығаруға болады. $1000-мен $3000-4000 деген сияқты ары қарай кете береді. Адамның өз рискіне байланысты. Бірақ ең бірінші көп ақшамен кірмеу керек. Сонда, құрметті көрермендер, қараңыздар, мысалы сіздер 50 мың теңге салдыңыздар, $100-мен бастадыңыздар, бір күнде $500 мың теңгеге дейін көтеруге болады деп айтса болады. Болады. Егер бәрін заңдылықпен жұмыс жасайтын болса, алтын өте андай аяусыз қатыгез бизнес деп айтсақ болатын шығар. Өйткені ақша жоғалту кәдімгідей минутта үшін. Ең кереметі сол ақшаны табуда минут. Тез табасың, бәлкім тез жоғалтасың. Барлығын заңдылыққа бағынып істеу керек. Мысалы, Ақжол мырза сигнал каналдарды беріп отырады. Сигнал каналдардан жақсы тапқандар да бар ма? Бар, өте көп. Бірақ сигнал каналда мен үйреткен адамдар ғана отыр да, ол жерде. Шәкірттер ғана айналысып отыр. Енді мен сигналды да сатып көрмедім, шынымды айтайын. Курсты да сатып көрмедім, просто сарафанный радио болып кетті да.
сода сарафанный радиомен уже сізге келіп отырмын. Иә. Мысалы. Ақжолды жалпы разгон арқылы таниды көбісі. Иә, разгон. Өйткені Ақжол сияқты Қазақстанда разгон жасайтын жандар бәлкім былай саусақпен санарлықтай адамдар шығар. Тіпті бұл кісіні Дубайға шақырған, Өзбекстанға шақырған, өйткені үлкен крупный трейдерлардың барлығы жалпы Ақжолды жақсы таниды. Разгон дегеніміз бағана сол аз ақшамен көп ақша тапқан кездер. Бұл кісі қазір айта алмай отыр, бірақ біз енді білеміз, былай айтқанда ордер дейді ғой, телефондағы бүкіл историяларын бәрін көргенбіз. Бұл кісі қанша ақша тапқан, қанша ақшамен бастап көтерген, соның барлығына өз басымыз көзіміз жеткеннен кейін мойындадық. Содан кейін барып сіздердің алдарыңызға әкеліп отырмыз. Құрметті көрермендер, сұхбатымызды жалғастырамыз. Қараңыздар, мына жерде енді тұр ғой, мен сіздерге скрин көрсетемін, скриннан видеоны. Қараңыздар, 11.000 прибыль, бұл бір апталық. Біз $3,500 салдық, яғни $4,000 еді, бірақ енді проценті бар, анау бір 3,600 түсті. Сонымен қалай көтеріңіз? Бірінші күні қанша таптыңыз? Екінші күні қанша таптыңыз? Қалай болды? Енді бірінші, екінші күні аз болды ғой, өзіңіз көрдіңіз. Мен қасында отырып алдым. Вообще мен байқағаным, бұл кісі мен қасында отқан кезде бұл андай не болады екен, стресс. Енді білмеймін, мен өтірік расын, бірақ менің ойымша стресс болған сияқты, өйткені бұл менің қасымда 2 күн бойы дұрыс жасай алмады. Содан кейін мен әркім өз үйінде жасай берсін деп, мен өз жұмыстарымен кеттім, бұл кісі өз жұмыстарымен кетті. И содан кейін басталды прибыль табу. Вообще қалай болды? Енді былай жалпылама анализбен жасадық. Бірінші күні $300, екінші күні 0-мен жаптық, үшінші күні минус $1000 болды. Осы соңғы 2 күнде қалды ғой бізде, 11.000 жасадық. Соңғы 2 күнде 11.000 жаптым. Получается, мен айтқым келіп отқаны, ол стабильно деген сөз емес. Егер рынок жақсы жүріп жатса, біздің анализ жақсы отработка береді. Егер рынок баяу жүріп жатса, ол жерде аз табасын. Смотря ол күнге байланысты емес, смотря ол рынокқа байланысты. Яғни $11.000 бір-ақ күнде табуға болады. Иә, бір-ақ күнде табуға болады. Мысалы, алдында тоже айтып өтейін, $1,500 болды дедік қой, біз счетқа Балида жүрген кезде $1,500 салдық, ол рискке байланысты салдық та. И сода біз в начале бір апта бойы қатты табыс тапқан жоқпыз. Дұрыс қой, өзіңіз көрдіңіз. Бір аптадан кейін ол қатты өсіп кетті де, сол кезде біз жақсы ақша таптық. Тек байға ұстап отырдыңыз. Байға ұстап отырдық, кейде болды коррекцияларында разгонға ұстап отырдық деген сияқты. И соның ішінде бір күнде біз максимально тапқанымыз $27,000 болған. Сол $78,000 ішінде. $27,000 бір күнде таптыңыздар. Бір күнде, иә. Ол дегеніміз қанша теңге? 15 миллион теңге ғой шамамен, иә? Примерно, 14-15 миллион теңге. Сол общий суммарно есептегенде 78,000-ға апардық. Ол негізі 3 апта өтті ғой. Соңғы аптасында біз жақсы табысқа шықтық. Получается, ол күнге байланысты емес, рынокқа байланысты болады да. Но айына бір болады моменттер, 200 сделка өте қатты табыс табуға болады. 2-3 күнде сондай нарық болады. Жалпы Балида біз ұйықтайын деп отқан кезде бір қызық болды. Иә? Сізде біз счетта $2,000 тұрды ма? $2,000 тұрды. $2,000 тұрды өзінің счетында, және де бір сделкаға кіріп минусқа кетті. Біріншісінде қанша минусқа кеттің? $4,000 болды. $4,000-дан $2,000-ды рискке қойып, $2,000 минус болды. Күйіп кетті $2,000, сонымен $2,000 ғана қалды. $2,000 қалды. $2,000-ды дальше мен рисковать еттім, ол уже көтерілді. Қанша қайын барды? Ол кезде $85,000-ға дейін барды. Өйткені мен жаңалықта кіріп жатырмын. Негізі біз жаңалықта совет бермейміз кіруге. Опыты болса, егер жаңалықты түсіне алса, ол кіруге болады. Яғни жаңалықта ол резко көтеруі мүмкін, немесе түсуі мүмкін. Немесе түсуі мүмкін. Опытым болса, ана көтерілген кезде артынан қуалап, қаптап отырып, нормально ақша табуға болады, иә? И бізде мысалы разгонмен білетіндер түсінетін шығар. Unlimit деген бізде leverage бар өзімізде. Сонымен ғана табасың да, үлкен суммалар. 10x деген сияқты. Яғни ол сіздің аккаунтыңызбен. Қарапайым аккаунтпен табуға болмайды. Негізі табуға болады, егер ол дальше көп жұмыс істеп жүрсе сол брокермен. Жарты жыл уақыт кетті ма сізге соны алу үшін? Примерно сондай. Сразу беру мүмкін, по-разному да, ситуацияға байланысты. Қараңызшы, мысалға $10,000-мен, яғни біреудің ақшасы бар, 5 миллион салды, бір айда қанша табуға болады деп ойлайсыз?
рисковать енді етпей рисковать етпей анализге Стабильно. бағынып стабильно жасаса бірде бір уже спокойно шығаруға болады. 5 миллионға 5 миллион тауға Иә. болады бір айда, иә? Бір айда Ешқандай рисксіз. рисксіз, иә. Жоғалтпайсың. Жоғалтпай. Қанша лотпен кіреді? Енді біздің өзіміздің кіретін лоттар бар ғой, суммаға байланысты. Мысалы $100 болса, ол 0,02 мен кіру керек максимум. Егер $10,000 болса, получается 2 лот максимум кіру керек. И то ол уже үлкен негізі. Бірақ Ол бір-ақ рет ашып қояды ғой, қаптамайды ғой 2 лотпен. қаптамайды, иә. Бір-ақ рет ашып қойса. Иә, бірге бір тауға болады. Мен кәдімгідей трейдермін. Мен бір ай Ақжолдың қасында жүрдім, қасымызда Жангелді бар, бәріміз бірге жүрген кезде мен көп нәрсені түсіндім. Жалпы алтынмен, жалпы тренингпен адамдар не үшін көп адам айналысады, және де не үшін көп адамдар айналыспайтынын мен сол кезде түсіндім. Әлем бойынша 5% адам тренингпен айналысады екен. Енді мен естуім бойынша бұл дегеніміз өте аз. Оған біріншіден нерв керек, екіншіден рисковать ете алу керек. Андай адамдар болады, андай бір 20 мың теңгесін жоғалтып алып, оны депрессияға кіріп кетіп, ішіп кетіп, қуып кетіп, осымша бір сосын бәрі бір 10 миллион ақшасын жоғалтса асылып өліп ататындар адамдар бар. Сондықтан өзінің шаманды білу керек. Жалпы мен трейдингқа қолымнан келе ма, келмей ма, істей алам ба, істей алмай ма дейтін адамдар өзіне не жасай алу керек қой, контроль жасай алу керек. Егер ақша жоғалтып көрмеген болсаңыз, ақша жоғалту сіз үшін ауыр болатын болса, лучше зарплатада жұмыс жасап жүре беріңіз. Айына 100 мың, 200 мың, 300 мың тауып, сіз үшін сол нормально. Ал егер рисковать ете алам, маған қызық, мен көбірек ақша тапқым келеді, жақсы өмір сүргім келеді, машина алғым келеді, үй алғым келеді, Дубайда тұрғым келеді дейтін жандар болатын болса, жалпы трейдинг бұл, егер шыдамдылықты танысаңыздар, жақсы білім алсаңыздар, бұл сізге өмірлік бір үлкен жол ашатын бағыт бағдар деп айтуға болады. Ақжол мырзаның мысалы 6 квартирасы бар, өзбек ағайындарды білеміз, біздің қасымызда жүрген жігіттер бар, аттарын айтпай қойын, ол кісілер $1 миллион уже состояниясын жасап алған. Былай айтқанда жап-жас жігіттер барлық өзінің жағдайларын жасап алған. Мен өзімде де қазір трейдингпен айналысып отырмын, яғни мен емес, жалпы инвестиция салу арқылы біздің де менің де бір трейдингқа қатысым бар деп айтсам болады. Сондықтан да өзім айналысып отқаннан кейін неге басқаларға ұсынбасқа деп ойладым. Жақсы, жалпы көбісі түсінді деген ойдамыз. Ақжолдың артықшылығы аз суммамен көп ақша таба алады, және де шәкірттеріне де оны оқыта алады. Егер сізде шыдамдылық болса, білімді дұрыстап үйреніп, бірден байып кетем деген оймен емес, ақырындап түбі мен осыған жетістікке жетем дейтін жандар болатын болса, арнайы ұсыныс бар. Ақжол мырза сіздерге толыққанды үйрете алады. Айтып өтсеңіз, қандай ұсыныс бар көрермендерге? Бізде ұсыныс бойынша енді получается ең бірінші разгонды үйренеді, аз суммадан үлкен сумма тауып, және де стабильностьті үйрету мүмкіншілік бар. Мысалы $1000 айына $1000 табу деген сияқты. Екі түрлі бағытта үйретеміз. Енді Алла қаласа білім керек болса, өзіміздің келіп оқыңыздар. Иә, келіп оқыңыздар. Жақсы. Оқыту бағасы қанша? Оқыту бағасы бізде онлайн 400 мың теңге. Толық үйрене алады. Толық үйрене алады. Сіз сияқты разгон жасай ала ма? Жасай алады. Болашақта. Өйткені біз лайф трейдті де ұйымдастырамыз аптасына бір рет. Яғни шәкірттермен бірге кейде трейдингқа кіресіздер, иә? Яғни сол жерде де ол өзінің салған ақшасын шығарып алуы мүмкін ғой? Мүмкін. Сигнал канал бересіз? Сигнал канал береміз. Біз лайф трейдпен именно сигнал каналды не үшін береміз? Чтобы ақшасын шығару үшін. Обучение салған ақшасын шығару үшін. Ары қарай егер алып кете алса, өздері трейд жасайды. Бізде бір айға доступ сол лайф трейдпен жаңа сигнал канал. Сіздің шәкірттеріңіз қалай отыр қазір? 40 адам. Ол уже 4 ай болып кетті ғой, хабарда емеспін мен ешкіммен. Жоқ, сол моментте, оқып жатқан моменттерде. Оқып жатқан моменттерде лайф трейдтен көбісі шығарды ғой ақшасын. Сізбен бірге жасап. Иә, бірге жасап. Сосын сигнал каналдан тапқандар бар ма? Сигнал каналда ол күнде стабильно тауатты. Ол күнде беріледі. Сіз әлі күнге дейін бересіз? Әлі күнге дейін беріп жатырмын, иә. Ол жақтан да жақсы тауып жатыр. Иә. Қашан біреуден естідім, соңғы 2 сигнал каналы күшті болды деп айтты Ақжолдың. Иә, бізде отзывтар бар, кстати.
соны көрсе соларды да қойып кетсек болады. Отзывтардың барлығы жалпы нәтижелері жақсы. Негізі бұл кісі енді инфобизнесте жоқ адам ғой, енді бірінші рет кіріп жатыр, бірінші рет біздің ютубқа шығып жатыр. Жалпы бүгін беташар көбісі бұл кісінің түрін танымайды, бәрі ақжол деп. Бізде ең басында танысқан кезде жалпы былайша қалай болды деген кезде біз еститінбіз. Нарықта ақжол деген кісі бар екенін, күшті трейд жасайтынын, күшті ақша табатынын еститінбіз. Енді Құдайдың құдіреті аяқ астынан бір себептермен біз танысып қалдық бір жерде. Сөйтіп, ол кісіні өзіміздің ортамызға шақырдық, сөйтіп бірге шетелге бардық, сөйтіп күшті араласып кеттік. Содан мен айттым, неге инфобизнеске кірмеске, неге біздің ютубқа шығарайық, халыққа көрсетейік деп. Сөйтіп әйтеуір бір келістіріп алдық, бір проблемалары бар еді, олар шешілгеннен кейін енді халықтың алдына шығып отыр. Алла қаласа бұл кісіні әлі талай көресіздер, біздің ютубтан да, инстаграмнан да барлық жерден шығатын болады. Солай алғашқы шәкірттердің бірі болып оқып қалуға тілектеспін. Енді барлығын айттық деп ойлаймын. Бағанағы айтқанымда $500 $78,000 жасады. Содан кейін бары бір аптада міне $11,000 жасады. Оны да көріп отырсыздар. Жалпы барлығын қалай бар солай көрсетіп отырық. Мен өз басым андай көрінген адамды шығара бермеймін. Ақжолға да айтқан болатынмын. Мен өз басым рисковать етіп ақша салайын. Егер соны көбейте алсан, мен ютубқа шығарам дедім. Сол сөзімде тұрдым. Мен ютубқа шығарып бердім. Бұл кісі ақшамды көбейтіп берді. Солай екеуміздің арамызда келісім солай болған. Сондықтан да курсты алып оқимын, білім алам дейтін жандар болатын болса, мына жерге менеджер номерін қалдырамыз, хабарласыңыздар, сіздерге толық ақпараттың барлығын береді. Курс жақын арада басталады. Сондықтан да барлықтарыңызға сәттілік. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Әрбір қазақ байда бақуатты болсын, әрбір қазақ кәсіпкер болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Рахмет.